Кіл тоянды ән аунап, жылауызды таңда атты алаулап, елдері тер жамандықтың барлығы, өткен жылмен бірге кетсін әр аула. Әз наурызды асыған сар халықмын, сағынғандар дәстүр салтын танытсын. Ұлыс ырыс жылдың басы әз мейрам, қазағыма тек жақсылық, қазағыма тек жақсылық, қазағыма тек жақсылық дарытсын. Апай жарапазым айтып берсем бола ма? Үйін екен, үйдің іші шір екен, Ақсарайын боздаған қайсы байды екен. Ай не береке, қаша берсін бәлеке, кірсін дәулет есіктен, шықсын береке тесіктен. Жарапазым жарапшы, құртмайынды алшы, үйін еке, қайсы байды еке. Ақтау, Қаратау, Құрман шашырай, осы үйді бірейман тиін шашырай, тиімді шашпаяқ қолыма бер. Алшық, салшық, сартаққа, салшық, сартаққа сыймаса, 5 теңге алып шық. Жарапазан қазақ даласына ислам дінінің келуімен пайда болған салт-дәстүрдің бірі. Оны кейбір өңірлерде жарамазан деп те атайды. Арабтың жә Рамазан дегеннен шыққан бұл сөз, яғни Рамазан келді деген мағынаны білдіреді. Балалар мен жасөспірімдер оны Рамазан айында сәресі уақыты жақындаған кезде айтады. Ондағы жалпы мақсат адамдарды сәресіге ояту. Яғни еліміздің кейбір өңірлерінде оны оразаның алғашқы 3 күнінде, ортаңғы 3 күнінде және соңғы 3 күнінде ауызашар уақыты кіргеннен бастап айтады. Жарапазанның негізгі мақсаты оны қасиетті айда ислам дінін насихаттау, халықты жақсылыққа шақыру. Ол туралы Ахмет Байтұрсынұлы Жарапазан Рамазан деген сөзден шыққан. Ораза уақытында балалар, бозбалалар түнде үйдің тысында тұрып, Жарапазан өлеңін айтады. Ораза ұстаған адамдар сауап болады деп, Жарапазан айтқандарға құрт, май, ірімшік, бір шашы шүберек және басқа сол сияқты нәрселер береді. Көрісу амал мерекесі. Қазақстанның батыс және Ресейдің шекаралас аймақтарында ежелден сақталып келе жатқан салт-дәстүр. Жаңа жылды Байбақты Қазыбек күнтізбесі бойынша қарсы алатын аймақ тұрғындары 14 наурызды көрісу, яғни қауышу күні деп те атайды. Бұл күні ауыл тұрғындары ерте тұрып, қыстан аман шыққанымыз үшін деп елең алаңнан жасы үлкен адамдарға сәлем береді. Көрші көлем бір-біріне жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылып, ғұмырың ұзақ болғай деп тілек айтады. Көрісу тек адамдардың бір-біріне амандасып, жақсылық тілейтін қауышу мерекесі ғана емес, сондай-ақ жасы үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін дәстүрлі көрініс. Өйткені көрісу салты бір күннің аясымен ғана шектеліп қалмайды. Әлде қандай себептермен 14 наурыз күні болмаған немесе сырт жақта жүрген кез келген адам ауылға жолы түскен бойда қариялардың қолын алып сәлем беруге тиіс. Батам, батам, бат басын, батам жеге жат басын, қыдыр ата қолдасын, еш жамандық болмасын. Осы наурыз айы құтты болсын, дастарханымыз мол болсын, қайда барсақ жол болсын. Әмин Аллах. Бата беру, адал ниет, жақсы тілек білдірудің бір түрі. Дастархан басында, түрлі жиын тойларда және тағы да басқа адам басына келетін ірілі ұсақты қуаныштарда қуаныш иесіне арнап қол жайып бата береді. Сондай-ақ қиын сапар, алыс жолға аттанған азаматына ақ жол тілейтін халқымыздың ежелден келе жатқан кең таралған дәстүрлерінің бірі. Бата беретіндер көбіне көпті көрген ақсақалдар мен кемеңгер де дуалы ауызды билер болып келеді. Бата қысылғанда қуат, қиналғанда медет беріп, әрбір іс-әрекетіне даңғыл жол ашып, бәле жаладан қорғайды деп есептелген. Бата қазақтың ертеден келе жатқан ұлттық дәстүрлерінің бірі. Бата тілек, ақ дастархан басында, түрлі тойларда жақсылықтарды айтылады. Қазақта батамен ер көгерер, жаңбырмен жер көгерер, батасыз іс баянсыз деген мақал-мәтелдер де бар. Батаны көпті көрген дана қариялар мен ақ жаулықты аналарымыз жастарға беріп жатады. Қазағымыздың кереметтей салт-дәстүрін дәріптеп, оны ұл қызымыздың санасына сіңіру, өз іліміміз бен білімімізді кеңейту біздің басты міндетіміз болып қала бермек. Рухани байытатын, тәлімге жетелейтін әз наурыз құтты болсын. Көктемде құлпырып,
жадырап жайнап аман сау болыңыздар. келгенде шуақ шашып жерлерге күндіз